Бақа мен тұман ертегісі. Кішкентай жасыл бақа үлкен көлдің жағасында өмір сүретін. Бір күні таңертең оянса, айналаны қалың тұман басып, көлін көре алмай қалыпты. Бітті, мен енді жолды таппаймын, деп ойлайды ол. Бірақ аштық сезініп, батылдық жинап, алдымен бір қадам алға басты. Ештеңе көрінбеді. Сосын тағы бір қадам, одан кейін тағы да бір қадам. Осылай бірнеше рет секіргеннен кейін тұман сейілдене бастады. Көл жақындап, таныс су дыбысы естілді. Сонда бақа қатты қуанып кетті. Кейде бәрін бірден көрудің қажеті жоқ. Алдымен кішкентай қадамдар жасасаң да, жол ашылады екен, деді сонда бақа.